Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 111 сабақтың тақырыбы есептік және реттік сан есім деп аталады. 35-ші жаттығу мәтінді оқы. Таза бұлақ. Бір бұлақтың басында 3 жолаушы бір-біріне кез болыпты. Бұлақ бір тастақ жерден шығып жатыр екен. Бұлақтың қайнап жатқан көзіне жақын жерге бір қазандай қара тасты қойыпты да, тасқа: «Ей жолаушы, болсаң, осы таза бұлақтай бол» деп жазыпты. 3 жолаушы бұлақтан шөлдері қанғанша су ішеді. Тастағы жазуға көздері түседі. Сонда бірінші жолаушы тұрып былай дейді: «Бұл жазылған ақыл сөз екен. Бұлақ күні-түні тынбай ағып, алыс жерлерге барады. Бара-бара кеңейіп, үлкейеді. Бұған жол-жөнекей кішкене бұлақтар қосылып, сөйте бара үлкен өзен болып кетеді. Мұнан мынандай ғибрат алуға болады. Сондай адал қызмет қыл. Еш уақытта жалқауланып, тоқталып қалма. Сөйтсең, ақырында сен де үлкейіп, мұратыңа жетесің дегені деп білемін» дейді. Ал енді осы жаттығу бойынша сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: жолаушылар қай жерде кездесті? Жолаушылар бұлақтың басында кездесті. Екінші сұрақ: бұлақ қандай екен? Бұлақ таза екен. Үшінші сұрақ: бұлақ басындағы таста не деп жазылыпты? Бұлақ басындағы таста: «Ей жолаушы, болсаң, осы бұлақтай таза бол» деп жазылыпты. Бірінші жолаушы сөздің мағынасын қалай түсінді? Бұл бір ақыл сөз екен. Бұлақ күні-түні тынбай ағады. Жол-жөнекей кішкене бұлақтарға қосылып, өзенге айналады. Сол секілді, сен де осы бұлақ сияқты тынбай, тоқтамай, ерінбей жұмыс істесең, сен де үлкейесің, сен де мақсатыңа жетесің деп түсінді. Екінші және үшінші жолаушы сөздің мағынасын қалай түсінгенін болжап көр. Менің ойымша, екінші және үшінші жолаушы бұл сөздің мағынасын тура мағынада түсінді деп ойлаймын. Ақыл сөздің мағынасын топта талқыла. Менің ойымша, бұл ақыл сөздің мағынасы: егер сен адам болсаң, бұлақ сияқты таза бол. Бұлақ әрқашанда таза, мөлдір және күндіз-түні ағып тұратыны секілді, сен де үнемі еңбек етсең, міндетті түрде бір нәтижеге жетесің, мақсатыңа жетесің деген мағынада айтылған деп ойлаймын. Мәтіндегі қарамен берілген сан есімдерді салыстыр. Бұлардың бір-бірінен өзгешелігі неде деп ойлайсың? Мәтіндегі қарамен берілген сан есімдер 3 бірінші сөздері. Бұл сан есімдердің айырмашылығы: 3 сөзі бұл есептік сан есім, ал бірінші сөзі реттік сан есімде жатады. Бұл сан есімдердің өзгешелігі осында. Сан есім есептік және реттік болып екіге бөлінеді. Қанша, неше сұрақтарына жауап беретін сан есімдерді есептік сан есім деп атайды. Мысалы, 5, 6, 7. Ал нешінші сұрағына жауап беретін сан есімдерді реттік сан есім деп атайды. Мысалы, 5-ші, 6-шы, 7-ші. Реттік сан есім есептік сан есімге ын-шы, ін-шы, ын-шы, ін-шы жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Балалар, бұл ережені естеріңізде сақтаңыздар.
36 жаттығу мәтінді көркем жаз. Есіл өзенінің тереңдігі 2 метр. Кей жерлерде 18 метрге жетеді. Көктемде су деңгейі 10-11 метрге дейін көтеріледі. Сан есімдерді тап, олардың есептік немесе реттік екенін ажырат. Бұл мәтіндегі сан есімдер 2, 18, 10, 11 сандары. Бұл сан есімдер есептік сан есімдер болып табылады. 37 жаттығу. Реттік сан есімдерді сөз құрамына талда. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 30 деген сан есімдер берілген. Бұл сан есімдердегі бірінші сөзіндегі бір түбірі інші жұрнақ. Екінші сөзінде екі түбірі інші жұрнақ. Алтыншы сөзінде алты түбірі інші жұрнақ. Жетінші сөзіндегі жеті түбірі інші жұрнақ. Тоғызыншы сөзінде тоғыз түбірі інші жұрнақ. 30-шы сөзіндегі 30 түбірі інші жұрнақ болып табылады. Реттік сан есімдерге жалғанған қосымшаның екі түрлі, яғни інші болу себебін түсіндір. Егер түбір сөз дауысты дыбыстан аяқталса, дауыссыз дыбыстан басталатын жұрнақ жалғанады. Мысалы, інші жұрнағы. Мысалға алып көрейік. 6-шы сөзін алатын болсақ, бұл жердегі соңғы дыбыс дауысты дыбыстан аяқталып тұр. Сол себепті дауыссыз дыбыстан басылатын жұрнақ жалғанып тұр. Ал егер түбір сөз дауыссыз дыбыстан аяқталса, дауысты дыбыстан басталатын жұрнақ жалғанады. Мысалы, 9-шы. Бұл жерде түбір сөз дауыссыз дыбыстан аяқталып тұр, яғни ызы әрпімен аяқталып тұрғандықтан оған дауысты дыбыстан басталатын жұрнақ жалғанып тұр. Ал егер түбір сөз жуан әрі соңғы дыбысы дауыссыз дыбыстан аяқталатын болса, онда жуан әрі дауысты дыбыстан басталатын жұрнақ жалғанады. Інші жұрнағы. Ал егер түбір сөз жіңішке дауысты дыбысты болып, соңғы дыбысы дауыссыз дыбысты болып аяқталатын болса, жіңішке дауысты дыбыспен басталатын жұрнақ жалғанады. Інші деген жұрнақ жалғанады. 38-ші жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Далада ойнап жүрген Жанат үйге жүгіріп кірді. Анасынан далада жаюлы тұрған кірлерді жинап алуын өтінді. Анасы түсінбей себебін сұрады. Жанат қалай жауап берді деп ойлайсың? Жанат далада ойнап жүргенде кенеттен жел тұрып кетті. Анасы бірер сағат бұрын далаға кір жайып жатқанын көрген. Киімдер жерге түсіп, былғанып қалар деп анасына айту үшін үйге қарай жүгіре жөнелді. Жарайсыңдар балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Видеоға лайк басып, міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сол кезде келесі шыққан сабақтарды міндетті түрде бірінші болып көретін боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.